Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов медицина қызметкерлеріне алғысын білдірді. Коронавирус инфекциясымен күресте алдыңғы сапта жүрген дәрігерлер және медицина қызметкерлерімен онлайн сұхбат болды. Тікелей байланысқа облыстық жедел жәрдем станциясы мен инфекциялық бөлімше орналасқан нөмір 2 Атырау облыстық ауруханасының мамандары қосылды. Айта кетейік, облыс бойынша сала мамандары жалақысына үстемақы төлеу үшін 288,7 миллион теңге бөлінген. Өткен айда оның 44,5 миллион теңгесі 373 қызметкердің қолына тиді. Бұдан бөлек коронавируспен күресіп жатқан дәрігерлерді ынталандырудың қосымша жолдары қарастырылды. Атап айтқанда, демеушілер тарта отырып 634 медициналық қызметкерге көтермелеу қаржы төленді. 164 дәрігер және жедел жәрдем станциясы қызметкерлері қонақ үйлерге орналастырылды. Облыс басшысымен тікелей байланыста нөмірі 2 Атырау облыстық ауруханасының дәрігерлері науқастарды қалай емдеп жатқандарын айтты. Мәселен, инфекциялық негізгі стационарға 27 наурыздан бастап бүгінге дейін 123 науқас қабылданып, 59-ы толық нәтижелі емін аяқтап ауруханадан шығарылды. Ал жедел жәрдем станциясы мамандарының айтуынша, облыста COVID-19 жұқтырғандармен жақын және потенциалды байланыста болған азаматтарды тасымалдауға наурыз айынан бастап 3 арнайы бригада жасақталған. Осы айда қосымша 2 арнайы бригада тағы қосылған. Олардың айтуынша, бір киетін маска, арнайы қорғаныс костюмдер, қорғаныс очкилері қорда жеткілікті екен. Денсаулық басқармасы демеушілер, еріктілер қорғаныс киімдермен дәрігерлерді үнемі қамтамасыз етіп отырғаны да тілге тиек етілді. Үлкен жұмыс, сіз еңбегіңіз арқасында науқастар жазылып, аман-есен шығып үйлеріне барып жатыр. Ол да үлкен бір осы қиын жағдайда бір қуантатын жағдайдың біреуі. Енді ол сіздердің осы жұмысыңыздың нәтижесі ғой. Ірі компаниялар, олар да көмектесіп жатыр, жеке кәсіпкерлер де көмектесіп жатыр. Жан-жақтан көмек алып жатырмыз. Әрине, біріншіден үкімет жағынан. Енді осы бәріміз бір күшімізді жинап, бірімізге көмектесіп, сіз өзіңіз жұмысыңызды ұйымдастырып, біз сізге барымша көмектесіп жағдай жасап, сөйтіп бірігіп жұмыс істемесек, басқа амал жоқ.